Маған 15-20-25 жыл отандасып ажырастым немесе ажырасқалы жатырмын деп жазатын бауырларым өте көп. Соның ішінде мына бір хатпен өздеріңізбен бөлісейін деп шештім. Мен 30 жыл отандасып ажырасқан әйелдің 3 қызының кішкентайына үйлендім. Үлкен қызын 10 жылдан кейін ажыратып алды. Екінші қызы 2 рет ажырасып, қазіргі таңда біреудің көңілдесі. Үшіншісі менің келіншегім, оны да 10 жылдан кейін ажыратып отыр. Оны жасап отырған енем. Негізі әйелім жаман емес, мен отбасын сақтап қалу үшін көп ақша да үлкен көлемдегі путевкаға да шетелге немесе арызын қайтарып алу үшін 5 миллион ақша да ұсындым. Үлкен үйім де бар. Оны құртып отырған өзінің шешесі деп отыр. Әрине бұндай әйелдер өзінің қасында арқа сүйер күйеуі не баласы болмағаннан кейін тұрмыстағы қыздарының қолына қарайтыны анық. Біреудің баласының тағдырын ойламаған әйел өз балаларында тағдырын ойлап жарытпас. Негізі мен жақсы едім, менің тілімді түскен жерім шығарды деп жазып жатқан әйелдер өте көп. Сол әйелдер өзінің отбасында әке шешесінің өз орнында тұрғанын көріп өскен қыз болатын болса, тұрмысқа шыққаннан кейін де ол қыз өзінің орнында бақытты болып өмір сүретін еді. Сондықтан қыздарының арасына түсетін әйелдер, аналар, қыздарының күйеуі сенің күйеуің емес екенін түсініңдер. Еркектің барлығы сенің күйеуің сияқты намыссыз емес.